Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағы 6 сынып, бөлім спорт. Белгілі спорт жұлдыздары, морфология. Сабақтың тақырыбы ұлттық ойындар, салт және сабақты етістік. Оқу мақсаттарына келетін болсақ, тыңдалым айтылым дағдысы бойынша тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау. Әдеби тіл нормасы бойынша етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Осы негізде бағалау критерийін айта кетсек, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, детальді ақпаратты анықтайды. Салт және сабақты етістіктерді ауызша және жазба жұмысында қолдана алады. Ал енді оқушылар, грамматикалық тақырыбымыз салт және сабақты етістіктер болғандықтан, осы етістіктер туралы түсіндіріп кетейін. Етістіктер мағынасына қарай салт және сабақты етістік болып бөлінеді. Бұларды ажырату үшін өзінің алдында тұрған сөздердің жалғауларына қарау арқылы біз ажырата аламыз. Салт етістіктер барыс, жатыс, шығыс, көмектес септігіндегі сөздерді қажет ететін сөздермен жасалады. Мысалға, үйге кел, үйге барыс септігінде тұр, үйден шық, үйден, дан ден, тан ден, шығыс септігінде, үйде отыр, үйде, да де жатыс септігінде, үймен хабарлас, мен көмектес септігінде. Осылай жаңағы барыс, жатыс, шығыс, көмектес септігінде тұрып жасалатын болса, бұл сөздер салт етістіктер деп аталады. Ал сабақты етістік дегеніміз, олар тек табыс септігін қажет етеді. Кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді, өзінің алдындағы сөз. Мысалы, хатты оқы, хат түбірі т табыс септігі. Ақшаны сана, ақша түбірі н табыс септігі. Есепті шығар, есеп түбірі т табыс септігі. Осылай алдындағы сөз табыс септігін қажет етсе, сабақты етістік, ал барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде тұрса, ол салт етістік болып бөлінеді екен. Осындай ерекшеліктерін естеріңізде сақтап алыңыздар. Ал енді оқушылар, біз осы бүгінгі тақырыбымызға сәйкес қазақтың ұлттық ойындары бейне жазбасын мұқият көріп алайық. Қазақ халқында ер-жігіттің әдіс айласын арттыратын спорттық ойындар жетерлік. Олардың қатарында көкпар, аударыспақ, жамбату сияқты ат спорт ойындары бар. Бұлар қазақтың төл дәстүр мен қазақылығын танытады. Аударыспақ салт аттылардың бірін-бірі ер үстінен аударып алу ойыны. Ойынға қайрат күші мол, төзімді, шапшаң қимылдайтын, ат құлағында ойнайтын ер-жігіттер қатысады. Бұл ойын жаугершілік кезінде өте қасиеттерімен ерекшеленген. Аударыспақ қазіргі кездерде спорт ойын түрі ретінде мерекелерде көрсетіліп жүр. Жамбату ойынын көшпенді халқымыз жауынгерлердің мергендік қабілетін жетілдіру үшін ойлап тапқан. Ол алдымен әскери жауынгерлік дайындықты нығайту болса, екіншіден ел арасындағы мергендікті сынау мақсатында ойлап тапқан. Көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойынның атауы көк бөрте деген сөзден шыққан. Көкпарға 4-5 жасар серкенің терісі арналған. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартпайды. Көкпар жігіттің төзімділігін, батырлығы мен ептілігін сынаған. Ат үстінде ер жігіттің отыру шеберлігін сынайтын ойын түрі. Аталған спорт түрлерінің барлығы да ер жігіттің бойындағы төзімділікті, табандылықты, батырлығын дамытады. Ал енді оқушылар, мәтінді біз тыңдадық. Сол тыңдалған мәтіннен енді тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Төменде берілген кестедегі детальді ақпараттар толықтырып кестеге жазыңыздар.
ойынның атауы, негізгі сипаты, таралуы, жазған негізгі мәліметтер, ұқсас ойындар, осы туралы жазып шығасыз. Осы бойынша дескриптор, бұл тапсырма бойынша мәтін мазмұнын түсінеді, детальді ақпаратты анықтайды. Ал енді жақсы балалар, бірінші тапсырманы орындап болдық. Енді екінші тапсырма. Мәтінді оқып, салт және сабақты етістіктерді қос жазба күнделік әдіс арқылы төмендегі кестеге жазып түсіндіресіздер. Мәтінді мұқият тыңдайық. Көген тартыс ойыны. Бұл ежелден келе жатқан көне ойындардың бірі. Ертеде оны малшылар ойнайтын болған. Ойынды кең алаңдар, дене шынықтыру залдарында өткізуге болады. Ойынға қатысушылар тепе-тең екі топқа бөлінеді. Араларынан ойын жүргізуші тағайындалады. Ортасынан 1-1,5 метрдей ашық орын қалдырып, арқан әрбір 40-45 сантиметр сайын түйіледі. Ортадан екі топты бөліп тұратын көмбе сызығы сызылады. Әрбір ойыншы бір-бір түйіншектен ұстап, екі топ бір-біріне қарап тұрады. Ойын басқарушының белгісімен басталады. Ортадағы көмбе сызығынан қай жақтың ойыншысы тартып өткізсе, сол топ жеңіліп, оны тартып өткізген жақ жеңіске жетеді. Ойын осылай жалғаса береді. Мәтіннің ішіндегі сіздерге түсініксіз сөздерге тоқталып кетсем, көмбе сызығы дегеніміз кейбір ойындарда қолданылатын сызық, арқан тартыс ойында да қолданылады ол сызықты. Ойын басталатын мәре сызығы, яғни ортасынан теңге бөліп сызып қояды да, қай топ сол сызықтан асып кетеді, сол топ мысалға жеңіліске жетеді деген сияқты. Ал көген дегеніміз сауылатын малдың төлін мал өрістен келер алдында байлап қоятын арқан. Арнайы әрбір қозының мойнына іліп байлап қойып отыратын. Бұны көген дейтін. Ал оқушылар, мәтінді тыңдап болдық. Енді біз сол мәтін негізінде салт және сабақты етістіктерді тауып, берілген кесте бойынша өз түсініктеріңізді түсіндіріп айтып шығасыздар. Мысалға өткізуге болады етістігі, күрделі етістігі. Енді осы сөз алдындағы сөздері қай септікте тұр? Мысалға, дене шынықтыру залдарында да, де жатыс септігінде тұрғандықтан бұл салт етістік деп аталынады. Жатыс септігін қажет етіп тұр. Бұл тапсырмада сіздер салт және сабақты етістіктерді табасыздар және етістіктерді түсіндіресіздер. Ал енді оқушылар, үшінші тапсырмада салт және сабақты етістіктерді дұрыс таба отырып, сөйлемді толықтырамыз. Берілген сөздер сіздерге ойнауға болады, тамашалаймын, айналысамын. Енді осы жерде қай сөздер, қай сөйлемде орналасады және қандай етістіктің түрлері екенін анықтайсыңдар. Дескриптор салт және сабақты етістіктерді табады, дұрыс қолдана алады. Жақсы балалар, бұл тапсырманы орындап болсақ, енді біз бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Кейін әдісі арқылы сабақты қорытындылаймыз. Осыған дейін сіздер не білдіңіздер және бүгінгі сабақтан кейін не білдіңіздер? Сол бойынша өз ойларыңызды осы кесте бойынша қорытындылап айтып шығасыздар. Оқу тапсырмасы ретінде ұлттық ойындар туралы мәліметтер жинаңыздар. Екінші тапсырма, сабақты етістіктерді қатыстырып, шағын мәтін құрастырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.